Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеодан жөтелді үй жағдайында қалай емдеуге болады. 3 түрлі әдісмен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыстық сүтімізге 1 шай қасық сары майымызды салып, сары май ерігенше араластырамыз. Үстінен жарты шай қасық ас содасын қосып, тағы да араластырамыз. Оның үстінен 1 шай қасық балымызды, таза бал болғаны дұрыс, тағы да жақсылап араластырып балымызды еретеміз. Жақсылап балымыз ерігеннен кейін кәдімгі 1 жұмыртқаны алып, ағы мен сарысынан ажыратып аламыз да, сары уызын шикілей салатын боламыз. Және де жақсылап араластырамыз да, жылы күйінше тамақтан алдын осы сүтті ішіп аламыз. Бұл өте пайдалы, сіздің жөтеліңізді қойдыруға көп көмегін тигізеді. Міндетті түрде осы әдісті жасап көріңіздер, өте дәмді. Ешқандай антибиотиксіз ақ осылай жөтелді емдеп алуға болады. Бұл сүт қақырықты жібітіп, жөтеліңізді қойдыруға әсерін тигізеді. Осындай керемет ақпараттарды, тегін видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Екінші әдісі, бұған бізге бар болғаны 1 дана пияз болса жеткілікті. Бір үлкендеу пияз аласыздар. Егер пияздарыңыз майда болса, 2-3 данасын пайдалансаңыздар болады. Сыртқы қабығын ашып, жақсылап жуып аламыз. Одан кейін осылай ірілеу етіп, 4 бұрышты етіп тураймыз. Үкіштен өткізудің қажеті жоқ. Бізге дәл осылай пиязымыздың орташа көлемде болғаны дұрыс. Пиязды толығымен турап алғаннан соң бөлек ыдысымызға саламыз. Оның үстінен 1-1,5 ас қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекердің орнына бал қоссаңыздар да болады. Құмшекерді қосу себебіміз пияздың құрамында фитонцин деген болады, соны жою үшін. Бетін жауып 7-8 сағатқа немесе 1 түнге қараңғы жерге қалдырамыз. Одан кейін осылай өзінің суы шығады, ешқандай ащы дәмі болмайды, тәтті, өте керемет сироп дайын. Дәл осы сиропты балаларыңызға өзіңіз ішсеңіз болады, 1 шай қасықтан 2-3 рет қайталауға болады. Келесі 3-ші әдісіміз, жарты шай қасық ас содасы, жарты шай қасық тұзымызды саламыз, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл әдіс, егер сіздің тамағыңыз қызарып, соның әсерінен жөтеліп жатқан болсаңыз, тамағыңызды шаюға арналған сусын. Жақсылап араластырып алып, оның үстінен 2-3 тамшы йодты қосып араластырамыз, осымен дайын. Дәл осы тұнбаны алып, тамағыңызды шайқап, аузыңызды шаясыз. Балаларға қолға бинттің көмегімен алып, бинтке малып, тамағын сүртіп алсаңыздар болады. Өте тез әсерін береді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментария жаза кетіңіз. Достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісуді де ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Мадина.